мұсылман болу әсте сірә адам тумысынан кемелділікке ұмтылады. Сол әдетімен діннің де барлық үкімдерін ерекше ықыласпен үздіксіз орындауға тырысып бағады. Өзінің күні кеше ғана сәждеге бас қойғандығына қарамастан, енді жанұясының, жақындарының да өзі жүрген жолға тезірек түскенін қалайды. Ақиқатты тани салысымен анау адасқан ол мұсылман емес деп әркімге айып таға бастайды. бір кездері білместікпен өзі де жасаған іс-әрекеттері бөгdenің бойынан көре қалса, оған тура жол жүріп кешіріммен қараудың орнына менменсіп қарайды. бейнамаздың бәрін жаутақтап дінсізді дінге келтірем деп тығады. Бірақ деген демде болмай, дегбірі кеткен соң, туған жерінде дін ұстанудың барлығы көргендей бақытын басқа елден іздеп кетеді. Мұсылман мемлекетінде тұруды аңсап, кемелділікке сонда қол жеткіземін деп қорқай алдын жетіңіз ереді. Алайда ақиқатында барлық кемелділік, кемшілік асылдың пәк құдірет иесіне ғана жарасады емес пе? Пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын заманында да анамызды бөгде ойларға берілмей бүтін оқимын дейтін кісі болса керек. Хадистің мағыналай келген мазмұны бойынша бірде әлгі кісіні шақыртып алған пайғамбарымыз оған ешбір бөгде ойсыз оқылған намазы үшін 2 шапанын бірін беретінін айтып уәделеседі. 2-3 мәрте намаз оқып, ақырында дүние ісіне көңілі ауланған әлгі кісіден намазыңды нендей ой бұзды деп сұрағанда, ол пайғамбар 2 шапанның қайсысын береді екен деп ойладым деген екен. Демек, құлшылықтың мүлтіксіз орындау мүмкін емес, алайда тырысу тақуалықтан